7 емес 10 миллионға айтын ақшалар бар. Осы бизнес жүретіне прям қашан уверен болдың? Қанша уақытта өзін ақтайды бұл? Бұл біздің 193 точка. Айта беректі YouTube каналы. Қазір сенде 21 миллион бар. Үй алдым өзіме. Алматы қаласынан двухкомнатный. Мен 4 пост тегін автомойка ашып берейін. Әрқайсымыздың өмірімізде осындай бір период болған сияқты. Бизнес ашқымыз келеді, бірақ именно қандай бизнеспен немен айналысатынын білмейміз. Бізде қазір сондай жағдай. Сондықтан біз осы жоба барысында әртүрлі кіші және орта бизнес салаларын зерттейміз. Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Күнделікті өмірде бір жерден бір жерге жету үшін ең қолайлы транспорт түрі ол машина. Ал сіздер ең бірінші машина қайда, қашан пайда болғанын білесіз? 1885 жылы неміс инженер-механигі Карл Бенц ең алғашқы бензинмен жүретін машинаны құрастырған болады. Әрине ол машина болған соң күнделікті ары-бері жүрсең машина кір болады. Басында бәрі машинаны үйінде жуады, бірақ уақыт жағынан өте тиімсіз. Нәтижесінде машинаға уход жасайтын сервистарға сұраныстар көбейеді. Яғни СТО, автомойка және тағы басқалары. Осы идеяны қолға алып, оны ең алғашқы болып бизнеске айналдырған екі шариші жігіт, ол Фрэнк Маккормик және Хинкли. Олар 1914 жылы Детройт, Мичиган штатында Automobile Laundry атты ең алғашқы автомойканы ашты. Дәл осы сәттен бастап жаңа индустрия пайда болып дами бастады. 1970 жылдары өте бір қызықты маркетинг ход қолданылған болды. Бензин шығаратын компаниялар автомойкамен келісімшартқа отырған. Егер кім машинасына полный бак бензин құятын болса, машинасының сыртын тегін жуып береді. Менің ойымша өте мықты ход сияқты. Қазір қолданбасқа жарайды. Осы сәттен бастап дәл қазіргі уақытқа дейін автомойканың түр-түрі пайда болды. Соның бірі елімізде қарқынды дамып келе жатқан мойка самообслуживание. Бізге осы бизнес модель қызықты болып көрінді. Сондықтан бұл бизнеске қанша қаражат керек, қанша уақытта өзін ақтайды және тағы да басқа қызықты сұрақтарға жауап алатын боламыз. Жалпы автомойка самообслуживание деген не? Қолын түсіндіріп берсең. Бизнестің тілімен айтатын болса, ол белгілі бір адамдардың, қоғамның қажеттілігін өтеп беру. Ал бір сөзбен айтатын болсақ, ол тазалық шығар, тек соған ғана келесі. Қайдан келді бұл жалпы идея? Именно осы бизнеспен айналысам деген. Копи-паст қой. Копи-паст дегеніміз былай қараңыздар. Идея жалпы былай келеді да, бұл әлемде жалпы бар нәрсе ғой бұл. Соның ішінде мысалы Алматыға келді да бұл нәрсе. Ең басында ол Алматы қаласында бір екі-ақ жерде ғана болған шығар. Алтын Орданың ар жақтарында ашылды, қателеспесем, сонда жоғары жақтарда тағы бір басылды. Сол кезде мен өзім барып, случайно қолдандым. Енді ол кезде қазіргідей аз ақша кеткен жоқ, бір 700-600 теңгедей кетті, бірақ енді өзінің тез жуғаныңа байланысты кетті да. Сол кезде түсіндім, бұл нәрсенің болашағы бар екен. Содан бастап өзіміз алдық, бірақ алған кезде ол кездегі суммалар, ол кездегі бізде выбор болған жоқ та, қазір кішкене выбор бар ғой. Бағасы жағынан да, сапасы жағынан да деген сияқты. Ол кезде біз белгілі бір адамдардың алдық та, әкеп қойып бастадық. Жалпы бастау менің келу тарихым сондай шығар. Кез келген адамға аяқта самый главный ақшасы важно ғой. Жалпы осы бизнес ашуға қанша қаражат керек? Общий нәрсе негізі общий сумма 7-8 миллион деп біз айтамыз. Енді оның ішінде аппараты бар, құрылысы бар, сосын жан-жағын реттеуі бар, әдемдеуі бар деген сияқты. Среднем 7-8 миллион деп айтса болады шығар. Енді стандарт біздің Қазақстанда басынан 4 пост қой, 4 постовый деп айтады. 4 пост негізі ол самый стандарт. Қалада бір өте жақсы жерде тұрса, может 6-7 постқа кетеді. Но в основном қалада да, ауылдық жерлерде, облыстарда 4 пост жүреді. Менде 7-8 миллиондай ақша бар дейік. Мен неден бастаймын? Сенің ақшаң болса да, болмаса да, ең бірінші вопрос бұл жерде локация. Жалпы кәсібінің ары жүріп кетуі, одан тағы дополнительно ашу, тағы вопростардың бәрі тұрған орнына ғана байланысты. Енді менде мысалға қазір бір 6 адамның атын атап бере аламын, маған хабарласып жүрген. Ақшалар бар, без проблем, 7 емес 10 миллионға айтын ақшалар бар, бірақ жақсы локация жоқ. Ал кейбір кісілерде бар жақсы локация бар, бірақ ақша жоқ. А ол проще негізі. Ақшаң болмай, жақсы локация тауып қойсаң, ақшаны таба салу оңай. Өйткені бұл кәсіптің средний ақтап алу 6 ай десек, 6 айда ақтап тастайды да, одан кейін өзінің жеке кәсібі болып қалады. Жалпы мынадан бастайық, күніне қанша машина жуады? Осындай мойка и средний чек қандай?
Средний чек 400-500 теңге болады жалпы негізі. Енді қалалық жерді, ауылдық жерді, облысты айтып отырмын. Сосын машина қабылдайтын тоже общий айтайын, 60-200 машинаға дейін. 60-200. Облыстық жерде, ауылдық жерлерде 70-80 машинаға дейін. Ал қалалық жерде 200, кейде жақсы точка болса 200-ден де асып кетуі мүмкін бір күндік. Біз қазір қарап тұрған ол ауылдық жерде. Бұл енді былай айналасына қарасаңыздар, бағанағы локацияға байланысты нәрсе тоже. Жолдың жанында единственный плюсы. Тек сол үшін ғана, за счет сол үшін ғана машина үзілмейтін жерде. Біздің өзіміз қазір кішкене тынышталған кезде ғана алып түсіріп жатырмыз ғой. Сол үшін сондай нәрсе. Бірақ қасында жылой үй ештеңе жоқ. Басында сендер, короче, өздеріңе мойка аштыңдар, дұрыс па? Иә. Қазір сендер қандай немен айналысасыңдар сендер? Қазір біз өзіміздің мойкаларымыз бар. Параллельно бізге келген клиенттерге мойка ашып береміз. Бірінші очередь оборудование сатамыз, және соны установка жасап береміз. Егер под ключ болса, онда под ключ жасап береміз. Полный стройкасымен полностью, да? Иә, полный под ключ. Оборудование қай жердікі? Оборудование біз сборка Қазақстандікі, қалған жарты детальдар Қытайдан, жарты детальдар Россиядан келеді. Россиядан, да? Иә. Сборка осы жақтан, және 1 жыл гарантия беретін біз фирмаға гарантия береді. Өздеріңіз заттарына 1 жыл гарантия береді. Иә. Қарапайым автомойка мен осы самообслуживканың айырмашылығы қандай? Ең бірінші очередь жалпы бәріне белгілі нәрсе бұл арзандықта. Обычный автомойкаларда енді біздің алматылық жерде айтайықшы 1500 теңге, үлкен машиналар 2000 теңгеден кетеді. Ал жаңағы Ақтау, Атырау жақтарда оларда обычный машиналардың өзі 2000 теңгеден басталады екен, скорее всего. Өйткені жаңағы днишина дейді, анау дейді, мынау дейді, бөлінеді ол жерде. Ал мына жерде адам өзі қолданғаннан кейін бұл жерде максимальный құртатын ақшасы 600 теңге дейікші, максимум асықпай жуатын болса. Үлкен машина. Ал среднем, иә. Ал среднем бір 400 теңгеге, енді жақсы үйреніп алған адамдар 300 теңгеге де жуып кететін болады да. Сондықтан бірінші айырмашылығы бұл бізде бағасында. Екінші айырмашылығы тездікте, уақытында. Обычный автомойкаға барып, машинаңды кіргізіп жарты сағат күтетін болса, мысалға, бұл жердегі автомойкада максимум 10 минутта, бұлай среднем 7-8 минутта бір машина кетіп қалады. Получается, тиімді, уақыт жағынан тиімді, және ақша жағынан тиімді. Бұл сол үшін ғана бұл рынокқа өте қатты кірді да. И қазір данный момент лидер деп смело айта берсе болады. Сендер өздерің ашқан мойканың қанша пайызы жабылып қалды? Пайызға айтатын болсақ 0,01, может 2 шығар. Өйткені мысалға Қазақстан бойынша біз 200 мойка аштық па? 200 мойканың мен білетін екеуі ғана жабылды. Мен білетін. Еще ол собственное желание мен жабайыншы деп жапқан жоқ. Жерді аренда қалды. Ол хозяин либо жерді сатып жіберді бір адамда, либо келісе алмай қалды бір адамда. Сөйтіп жапқан 2 адамды ғана білемін. Бұл айтқанда 99%-ға удачный бизнес болады ол? Негізі тексерілген кәсіп. Егер де бұл айтқанда қанша населенный адам керек мойка ашу үшін? Біздің есебіміз бойынша 8000 халқы бар адам болатын болса, жалпы 4 посттық автомойка өз-өзін смело ақтайды. Енді былай айтайықшы, Талғар Есік деген жер бар ма? Мысалға біз қазір өзіміз отырмыз Есік деген жер, Есік деген озерода. Осы қаланың өзінде қазір данный момент 12 000 автомойка бар. Бұл жердің халық саны қанша? Бір 30 000 шығар көп кетіп жатса. Бір есіктің өзінде 12 автомойка қазір данный момент. Соның сіздердің қанша? Біздікі есіктің ішінде екеу. 10 конкурент бар. Иә, 10 конкурент бар. Өзімізден алған конкуренттеріміз бар. Біз ашып берген конкуренттеріміз бар. Енді бұл жерде локация көп байланысты. Есіктің ішінде, мысалы тағы басқа қалаларда жақсы жер табыла беретін болса, ертеңде смело біз бастап кете аламыз да стройство. Өйткені тексерілген кәсіп 100% жүреді. Кез келген бір бизнестің өзінің бір срогы бар. Белгілі бір уақытқа дейін ғана өмір сүреді. Осы бизнес бір қанша уақыт өмір сүру уақыты ма? Біздің жоспарымыз бойынша әлі бір 10 жылға дейін барады. 10 жылға дейін барады. Неге десең, бұл кәсіптен тез, бұл кәсіптен арзан, именно осы салада басқа альтернатив шықпаса. Қазір мысалы робот мойка дегендер шығып отыр. Робот мойкалар біріншіден қымбат, біріншіден оборудованың өзі қымбат, екіншіден оны қолдану қымбат. Например, бір машинаны қолдану қалада қазір бір 3 жерде ма бар шығар біздің Алматыда. 1500 теңге дейікші бір машинеге. А ол жерде процентке шақсақ, уже 70-60% адам отпадает автоматически.
түсінікті ғой, енді 1000 теңге позволить ететін адамдар ғана барып жуып кете алады, еще ол тез емес та. Сондықтан біздің жоспарымыз бойынша бұл әлі 10 жылға дейін өмір сүру керек. Енді бірақ одан да көп шығар енді, бірақ қазіргі жоспарлап отырғанымыз бойынша сол. Бұл вообще конкуренция жағы қалай қазір? Конкуренция енді қазір біздің Алматының ішінде тығыз жерде орналасқан. Бірақ енді конкуренцияны бағанағы сұхбатымызда айтып жатырмыз ғой. Процент 0,02, может 0,3%. Кәсіптің жүрмей қалуы. Бір ғана Талғар Есік деген жерде 12 мойка бар мысалға. 12 мойка. 12 мойка. Оның ешқайсы жабылып жатқан жоқ та. Сондықтан бұл аса қатты көп конкуренцияға қарамайды, өйткені машина көп қой қазір. Каждый бір семьяға бір машинадан примерно. Минимум. Да, минимум. Жалпы осы автомойка сезон бар ма бұда? Қай сезонда жақсы жүреді? Сезон бар. Основной сезон автомойкада бұл бізде көктем және күз. Енді бір адам өзімен салыстыра берсінші. Мысалға жаздың уақытында бір аптада, может, бір рет жуасың или жумайсың. Ал күздің көктемнің уақытында 2 күнде, 3 күнде кез келген адам машинасын бір рет жуып тұрады. Сондықтан сезон бізде көктем, күз. Егер осы уақытқа түсіп осындай мойка ашатын болса, сезонға түстің деген сөз общий шығарған шығынның либо жауып тастайсың, либо жартысын жоқ дегенді ақтап аласың да. Сондықтан бұл бір көп адам ертерек бастаса, көктемге либо күзге тап болған жақсы. Примерно бір строительство қанша уақыт алады біреусін? Енді бізде қазір 4 кіретіндер, среднем 25-30 күн деп айтса, бір ай деп айта берсек болады. Бір ай, получается, көктемге дейін бір ай бұрын жасап қойсаң өзгересің, да? Кез келген бизнес бастар алдында бір сомнение болады, қорқыныш болады. Жүре ма, жүрмей ма? Осы бизнес жүретіне прям қашан уверен болдым, не болды, 100% жүреді. Біздің өзіміз ба? Бастапқы 2-ші айында шығар. 2-ші айда? 2-ші айында бастапқы уверенность пайда болды. Өйткені клиент біріншіден күнделікті клиент жинап еді. Үшіншіден 2-ші ай болса да жаңадан келіп жатқан адамдар болды да. Сол уақытта біздің қолданған уақытымызда. Енді қазір көп адамдар жалпы біледі ғой. Ал сол мен өзімнің жағдайымда сондай болған. 2-ші айында уже бұл кәсіптің болашағы бар екен сол кезде көрінді да. Жалпы Қазақстанда документпен қатты проблема бар. Осы бизнесқа жалпы қандай документтер керек ашу үшін? Енді бірінші основном бәрінің қателесетін нәрсесі кәсіп бастамай тұрып ИП ашып алады да. В основном 99% адам істейтін шығар. Ол өте үлкен қателік. ИП-ны ашқаннан кейін бірінші айда ашса да болады. Жалпы автомойканы бастап кеткеннен кейін бірінші айда ішінде ашса да болады. 1-2 ай, 3 айдың ішінде ашса да болады. Жалпы ең бірінші керек нәрселер ол жердің целевой назначениесі, ол под бизнес, соның ішінде автомойка болу. Одан кейін жаңағы светіміз, суымыз заңды болу керек міндетті түрде. Түсінікті ғой? Одан кейін барып уже ИП. Осы 4 нәрсе болатын болса, бұл автомойканың жалпы құжаты осы. Ал кейбір кісілер жаңағыдай техпаспорт керек па дейді, тағы бірдеңе, олардың бәрі қажет жоқ. Неге десеңіз, бұл жаңағыдай андай стройканың қатарына жатпайды да. Здание салып отқан жоқсың ғой сен. Сен тек қана каркасный виді ғана айтып отырмыз, ашық автомойка. Енді ана көтеретін болса, жарайды, оған тағы дополнительный документтер керек болады. Ал каркасный автомойкалар болатын болса, оларға көп документтің қажет жоқ. Енді ол жалпы өкіметке, емесі тағы басқа бір адам, именно сол жердің жол, немесе тағы басқа бірдің өту керек болатын болса, бір күнде разбирать етіп алып кетіп болады. Сондықтан ол осы нәрселер ғана, осы бағана атап өткен нелеріміз ғана керек болады. Светте трехфазка, двухфазка қандай керек? Трехфазка міндетті түрде. Трехфазка бұл профессионалды автомойкалар жасаған келсе, онда трехфазка қолданасың. Кейбір кісілер бар, бізде трехфазка жалпы мысалы ауылдық жерде бар да, қойған менде. Алакөл деген жер бар, мысалы Алакөлде қойған жер бар. Ол жерде трехфазкамен проблема дейді да бізде. Тартып келу, алыс, анау. Сонымен 220 жасап берші деген. Бірақ біз түсіндіреміз да, 220-ға қосып бере аламыз, бірақ ол домашний үйде жуып алған сияқты бір сезім болады да адамдарда. Ал трехфазка ол профессиональный. Мощность өзгеріс болады ғой. Сондықтан желательно трехфазка керек. Кез келген бизнестің жүруі ол рекламаға байланысты. Именно осы бизнесте қандай реклама түрі пайдаланады? Бұл кәсіп негізі бір рекламаны аса қатты қажет етпейді. Мысалға бургер ашсаң, тағы басқа бірдеңе ашсаң, ол жерде
көп, инстаграммен тағы басқа нәрселермен реклама көп жұмсауым керек та. А бұл кәсіпте может ең бастапқыда мен ашылдым деп чаттарға жіберу үшін, тағы бір местный пабликтарға жіберу үшін бір белгілі бір 15 секундтық видео керек шығар. Одан ар жағында ондай бір рекламаның қажет жоқ. Ең бірінші очередь бұл жерде реклама өзінің надписі, енді жақсы расположение болса. Одан кейін сол алдының әдемілігі. Все-таки кез келген клиент екі выбор тұрса, ана жақ қараңғылы, ана жақ жарық болып тұрса, соған барады деген сияқты ғой. Енді жолдан сәл алыстау болса, указательдер қою деген сияқты сондай өзінің стандартты рекламалар ғана қажет. Жалпы осы бизнеспен айналысу үшін бір мамандық керек па бұл? Маман болу керексің ба? Не білу керексің? Жоқ. Мен юристпін ғой. Юристпін, бірақ осындай мойка саласын бастадым. Жоқ, бұл аса бір қатты мамандықты қажет етпейді. Кез келген бастайым деген адам болса, смело бастай берсе болады да. Біріншіден. Екіншіден, біз жасап көп адам жолын салып кетті. Тексерілген кәсіп. Процентке шыққанда бағанадай 0,2%. Сондықтан ашам дейтін адам болса, смело аша берсе кәсіпті. Бәріне бір важный сұрақтардың бірі, қанша уақытта өзін ақтайды бұл? Средний былай. Біздің статистика бойынша 6 ай мен 1 жылдың арасы. Енді біз общий қала, ауылдық жер, облыс бәрін алып тұрғанда. Енді қалалық жерлерде бар, 5 айда ақтап тастағандар бар. Общий, салған, құрылысы, бұрылысы бәрін. Жарты жыл керек. Сондықтан жалпы 6 ай мен 1 жыл деп есептей берейік та. Так, мына бір боксқа қанша тұрады вообще бір бокстың оборудованиясы? Бір бокстың бағасы біздің компанияда 970 мың теңге тұрады. Полный комплектация, 1 жыл гарантия жүреді. 970 мың теңге. А оның үшін не кіреді? Бірінші очередь терминалдар кіреді. Бізде терминалдар 4 режимда. Енді бұл самый стандартный режимдар ғой. Негізі оның алдында бізде 9-10-ға дейін режимдар болған. Бірақ оның бәрін алып тастадық. Блеск дейді, турбо, анау деген бәрін алып тастадық. Основном қолданатындар осы. Қалалық адамдар өздерінің қалауы бойынша тағы функцияларды қосып бере аламыз. Бірақ основном стандарттар осы. Бізде су, пена, воск және стоп, тоқтату. Осы 4 функцияны почти 100% адам тек осыларды ғана қолданады. Не атасыңдар өздерінің брендтерін жазып қойсыңдар, easy wash деп. Біздің основной өзіміздің брендтеріміз, енді бірақ клиенттердің қалаулары бойынша, мысалы мынау таң автомойкасы ма, бізге өзінің цветін айтып, и плюс мына жерге өзінің брендін жазып бер десе, тағы басқа бірдеңелер логотиптарын қосса, без проблем оны да жасап бере аламыз. Енді бұл осы кіреді. Сосын мына жерде консоль деген нәрселер бар, жоғарыда айналып тұратын. Бұны вертушка дейді халық арасында. Осыдан екеуі кіреді, 2 пистолет кіреді, держательдар кіреді оның, прищепкасы кіреді. Сосын ішінде, техпомещениенің ішінде бізде двигателі бар, помпа бар, дозатор бар. Және магистральная трасса дейді, основной трасса осылар кіреді. Бұл қазір мен атаған нәрсенің бәрі бір бокстың ішіне 970 мың теңге сумманың ішіне кіретін заттар осы. Енді клиенттің требованиясы бойынша тағы да дополнительный заттар қосыла беретін негізі. Біз қазір тұрған мойка ол сендердікі емес? Жоқ, бұл біздің клиент заказ берген, бұның ашылғанына 1 апта ғана болды. 1 апта болды? Бұл сендердің қаншасыншы клиенттерің? Бұл біздің 193 точка. Осы точкамыз. Уже салынып тұрған қарапайым мойкаға осындай оборудование қоюға бола ма? Дайын мойкаларға ма? Иә, болады. Бізде көп ондай салып қоятынбыз. Алматы қаласында мысалға 1 апта емес, енді 2 аптада бір обычный автомойканың ішінде 1 боксын немесе 2 боксын біз самообслуживание переделка жасап жатырмыз қазір. Өйткені сұраныс соған алып келді да, основной халық келеді. Ол бір екіншіден жұмысшы табу жағы обычный автомойкаға көбінесе қиын. Мысалға бізде Таразда, мен постоянно айтамын, Таразда, Алматыда бір кісі бар. Даже обычный автомойканың 4-еуін и плюс S100-сы болған. S100-ның ішінде тағы да 4-еуін. Оның бәрін мойка самообслуживание қылып сатты. Өйткені бұл жерде адам келеді, өз-өзіне қызмет көрсетеді ғой. Аса қатты көп проблема жоқ та. Сондықтан ондай көп примерларға айтатын болсам. Андай да болады, типа 2 бокс ол самообслужка, 2 бокс обычный клиенттер. Ондай жасауға болады, иә? Сендер өздерінің оборудованиясын сатасыңдар. Сол кезде сендер бренд ретінде, Easy Wash деген бренд ретінде франшизамен бересіңдер ме, әлде қалай сендерде вообще? Жоқ, франшиза жоқ бізде. Франшизаны аса қатты талап етпейді. Кез келген сатып алам деген адам
хабарласса, инстаграмды шығарып қойса, біздің инстаграм бар. Алам деген адам болатын болса, бізге хабарласады. Жалпы процесс түсіндіріп берейінші, былай болады да. Ең бірінші чуть кез келген хабарласам деген, бізбен осы мойканы бастаймын деген адамның бізге ұсынатын белгілі бір жері болу керек, локациясы болу керек. Ол талаптары бар. Бірінші чуть основной жолдың трассадан қатты алыс болмау керек. Жердің бір жерінде тұрып алып, мен жарты жылда ақтаймын деген өтірік әңгіме. Жақсы жерде тұратын болса, 6 айда ақтап алады деп айттым ғой жаңа. Сол сияқты бізге хабарласып, осыны ашам деген адамның бірінші вопросы 1-2 я болмаса 3 локациясы болу керек та. Бізге ұсынады да, мына жер қалай, мына жер қалай, мына жер қалай деп. Сосын біз көреміз, примерно анализ жасаймыз. Ең осылардың арасында ең жақсы жері осы жер дейміз. Болды. Сол жерді алғаннан кейін документациясын реттейді, одан кейін құрылысын бастайды. Құрылысын бізге берсе болады, біз полный под ключ істеп береміз. Немесе өзі жасайтын боламыз. Өзі жасаса, конечно, арзандау шығады. Одан кейін барып бізден оборудование алады, біз келіп Алматы қаласында болса тегін установка жасап береміз. Ал басқа Қазақстанның басқа қалаларында болса дополнительный туда-обратно перелеттары басқалар есептеледі. Аша береді, ешқандай франшизаның қажеті жоқ. Полный под ключ жасай аласыңдар сендер. Иә, полный под ключ жасап береміз. Бірақ под ключ жасау үшін там не керек именно? Ода не болу керек основной? Сол жер? Бірінші очередь локация жер болу керек қой. Енді ол жерге қатысты нәрсе, жаңа трехфаскасы болу керек, енді ол біз оның жеріне барып тартып бере алмаймыз. Екінші очередь су болу керек, және входын өзі реттейді. Біз основной мойкаға қатысты соның каркасын тұрғызып, сол кәсіпті іске қосып береміз қалған. Бұл айтқанда доход екіге бөлінеді. Пассивный, активный. Бұл бұяқта постоянно болу керек па или анда-санда кеп жүрсе де болады ма? Пассивный доход болып есептеледі шығар. Әр бизнес, әр пассивный доход. Мысалға бізде бұның бір жақсы жері, белгілі бір адам, мысалға обычный автомойканың рынктан шығып баратқан белгілі, бірақ енді полный шығып кетпейді, ол ясын нәрсе. Бірақ основном қазір көп осы самообслуживанияға қарай кетіп бара жатыр да. Енді көп основном бірінші нәрсе осы кәсіпкерлердің қызығатыны, бұның өзінің жанында отырудың қажеті жоқ та, мойканың жанында. Ашты белгілі бір адамдарды, біз оператор дейміз, охрана операторлар, соны жұмысқа алады 3 адам, сутка через 2 түседі деген сияқты. Одан кейін барып, өзі 2 күнде бір, 3 күнде бір келіп, кассаны снимать етіп, жан-жақты қарап кетсе болады. Контроль. Иә. Мен өзім мысалға бір 10 күнде бір барады шығармын мүмкін. Бірақ енді бауырларым тағы басқалар бар, барып қадағалап тұратын деген сияқты. Жалпы сондай, бізде айта беректі YouTube каналы ғой, бізде акиматтан адамдар бар, өздеріне ашқан. Акиматта жұмыс істейтін, точнее. Органда жұмыс істейтін адамдар бар, мұғалімдер бар, ашқан деген сияқты. Сондықтан белгілі бір жұмыста істеп жатса, бұл кәсіп ешқандай кедергі жасамайды. Яғни жалпы қандай жұмыс істеп өтеді? Негізі оның атқаратын функциясы қандай? Бұл жердегі основной жұмысшы оператор деп айтамыз ғой. Оператор бірінші очередь ол адамдарға, білмейтін адамдар болады ғой, соған көмектесу. Бірінші очередь. Екінші очередь таза ұстау. Үшінші очередь келген адамның ақшасын майдалап беру. Мысалы, көп адамында майда ақша бола бермейді ғой. Кейбіреулерінде 5.000 теңге, 10.000 теңге болып қалған, бірақ сол адамды жібермей, сол адам жағдайын барынша жасап беру ғой. Основном сондай жұмыс. А ояққа перевод қойып қойсың, Каспий перевод деп? Каспий голдтың переводтар бар, иә, міндетті түрде. Основном біз каждый бір комплекста автомойкада 3 оператордан болады. Сутка через 2 дейді, бір күн істеп, 2 күнде. Алар еще охрана болды, короче. Енді біз енді охрана деп айтамыз. 24 сағат жұмыс істейді ол бұлар, иә? Иә, 24 сағат жұмыс істейді. Өйткені ол тек қана бұл жерде не ғана қарамайды да, мен дополнительно оның ақшасымен де айналысады. То есть майдалап береді, көмектеседі деген сияқты. Сондықтан біз оператор деп айтамыз. Былай айтайық, бұл бизнес жүру үшін бір топ 3 сұрақ болса, соның жауаптары болса. Топ 3 сұрақ бірінші очередь міндетті түрде локация. Локация болу керек. Өйткені основном 90% соған зависит шығар, скорее всего. Так, екінші очередь халық саны. Населенность. Населенность енді 5.000-нан аз болатын болса не стоит? 8.000-нан жоғары болу. 8.000-нан жоғары. Үшінші очередь енді свет пен судан проблема болмаса. Кейбір ауылдық жерде, облыстық жерлерде 4 аппарат дейміз, 4 аппарат бірге қосылған кезде светтің напряжениесі көтермей өшіп қалатын жағдайлар болды. Кейін онымен тағы біраз жүріп қалады. Сондықтан осы екеуінен проблема болмаса, в принципе, жалпы осы 3 сұраққа жауап болса, онда 100% жүреді кәсіп. Ешқандай әңгімесіз жүреді. Давай былай алайық. Қазір сенде 21 миллион бар дейік.
Так. Аха, сен осы бизнес бір 3 мойка ашасың ба, әлде басқа бір нәрсесімен айналысасың ба? Жақсы локация болса, бірінші очередь. Мен айттым ғой, съемкадан кейін мысалға барып тағы бір мойка аша бере аламыз да. Өйткені біріншіден 200%-ға тексерілген кәсіп. Көп кәсіпта бір андай не болады ғой? Барьер болады да, анау пока тексермейінше оған полный сала алмайсың. А бұл нәрсе болды да, біз одан уже аттап кетіп қалғанбыз давно. Қазір менде 6 мойка бар. Данный момент маған Алматыдан біреулер ұсынып, менде осындай жерім бар десе, ертең барып мен сол жерге уже құрылысын бастап кете аламын. Сен партнер боласың ба? Партнер болғанда біз негізі өзіміздің партнерларым бар, мен қасымда бауырларым бар. Басқа адам партнерға алмаймыз, бірақ сол адамның жерін может арендаға алып или сатып аламыз деген сияқты. Сондықтан ойланбай мойка аша беремін. Кез келген бір бизнеспен айналысқанда, енді цель ақша табу ғой. Ақша тапқаннан сен бір өзіңе бір сыйлық жасайсың. Сен өзіңе немесе бір жақыныңа бір қандай осы бизнес арқылы қандай жақсы сыйлық жасадың? Үй алдым өзіме. Алматы қаласынан двухкомнатный. Осы кәсіптің арқасында. Соны айтуға болады шығар. Жалпы осы бизнеспен тоқтап қалмай, тағы осы бизнес арқылы қандай қалай пайда тапса болады? Бизнестің ішінде бизнес деп адамда, кәсіптің ішінде кәсіп. Осы менен алып ашқан, тағы да басқа адамдардың алып ашқан адамдардың бәріне айтатын нәрсе, бұл кәсіптің ішінде кәсіп көп та. Мысалға айтсақ, көп адам бұны автомойка дейді, автомойка деп қабылдап қана қалады. Ал шетелде қарайтын болсақ, біз в основном сояқтан аламыз ғой, көп жаңадан келетін нәрсені. Заправка. Бұл тек қана заправка. Енді Алматыда қазір енді келеді, но басқа қалаларда әлі жоқ. Заправка, бірақ ол заправканың ішінде магазин бар, супермаркет. Оның ішінде жуынатын жері бар, оның ішінде жатып демалатын қонақ үй бар. Тағы да бір ойнайтын нәрсе бар деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде тек автомойка, бірақ автомойканың жанында көп нәрсе аша беру. Бір ғана кісі бар бізде ашқан, ауылдық жерде хотя. Батут ашып қойды, жанына мороженое қойды, магазиндер, ларектар қойды, дополнительно машинкалар ойнайтын кешке балаларын. Кішігірім паркта былайша айтқанда. Тура сол локацияның жанында бәрі. Бәрі соның айналасында. Өзінің жеріне қатысты нәрселер ғой. Самса қояды кейбіреулер тандыр нан қояды, бургер қойса болады деген сияқты. Менде бір қызықты ұсыныс болып тұр. Давай алайық былай. Жалпы бір адамға полный тегін автомойка ашып беру үшін не істеу керек? Тегін. Тегін. Біздің фирмаға бір адам 10 адам алып келетін болса, 10 клиент алып келетін болса, мен 4 пост тегін автомойка ашып берейін. Полный оборудование тегін болады? Тегін, полностью. Адамдарға өте күшті возможность болып тұр негізі. Оборудованиесі тегін, жалпы құрылысын тағы басқа нәрселерін өзінен шығады. Бірақ оборудованиесін тегін болып. Келістік. Все, базар жоқ. Қазіргі осы автомойканың иесімен бір кішігірім сұхбат алып жүрейік. Қанша болды осы мойка ашылғанына? Мойка ашылғанына 1 аптадай болды. 1 аптадай болды. Клиент күніне қанша примерно? Күніне енді пока клиенттер білмегеннен кейін 40-50 машинада келеді. Біз 24 сағат істейміз ғой. Түнде де келе береді, күндіз де келе береді. 1 аптада күніне 40-50 машинада. Күннен көбейеді? Күннен көбейеді, құдайға шүкір. Жалпы өзің примерно қанша уақыт ақтайды деп отырсың? Жалпы оғанда оборудование өзіне келетін болсақ, 4-5 айда ақтайды оборудованиесі. Ал бүкіл стройкасы бар, жер бар, оның бәрі санағанда 1 жылдай. 1 жылда ақтап қатырыпсың, иә? Easy Wash компаниясының жұмысымен довольнысыңдар ма? Қандай плюстары бар, минустары бар? Минустарын байқаған жоқпыз, минустар жоқ деген үміттемін. Ал плюстарына келетін болсақ, плюстар өте көп, өйткені қоса салғанымен жұмыс істеп кетті барлығы. Сразу жақсы, ешқандай недостаток ондай жоқ. Ақаулары әлі болған жоқ. Уже 1 аптада болды, бәрі. 24 сағат бәрі жақсы деп отыр. Келісілген уақытта әкелді ме, бүкіл оборудование бәрі? Иә, келіскен уақытта әкелді, келіскен уақытта орнатып берді. 2 күн, 3 күнде орнатып беріп, сразу жұмыс істеп кеттік. Пока бәрі жақсы. Все, рахмет. Кішігірім сұхбатыңа. Болды.
Жалпы интервью барысында EasyWash компаниясын толықтай зерттедік. Сіздерге керек барлық сұрақтарға жауап алған сияқтымыз. Егер де осы бизнесқа қызығып алам деушілер болса, осы жерде Инстаграмын, номерін қалдырып кетеміз. Хабарласыңыздар. Давай қорытынды. Осы бизнеспен айналысқысы келетін адамға сен бір совет берсең. Совет енді бұл бизнеспен айналысқан кезде ақша аса қатты важны емес, өйткені менде белгілі бір адамдар бар. Өзінде ешқандай ақша жоқ, бірақ қызығып, жер тауып, кейін инвестиция инвестор тапты да. Сондықтан ақшам жоқ деп аса қатты ойланудың қажет жоқ, өйткені белгілі бір точкалар бар да, кез келген жерде точка бар ғой. Осындай точканы осы жерге салам, рұқсатының бәрі бар. Енді тек осыған ақша салу керек десе, көп кәсіпкерлер немесе туысқандары, ағасы, достары, скорее всего, келіседі. Өйткені жүріп тұрған кәсіп. Сондықтан сол ең бірінші вопрос іздену керек, жақсы жер табу керек. Әңгіменің бәрі сол жердің айналасында болып кеткен шығар, бірақ сөздің ашығы сол кәсіптің жүріп кетуі, ол жақсы жерге байланысты. Жерге болғанда входына байланысты, екі жағынан жол өтіп жатса оған да байланысты. Оның ішінде уже дальше вопростар басталады. Сквозной, закрытый, теплый пол деген сияқты уже басқа вопростар. Но основной вопрос бұл жерде локация. Бұл кәсіпте. Біздің осы көрермендерге арналған кішігірім конкурсымыз бар. Кім осы каналға подписаться етіп, лайк басып, және де осы бизнес жайлы комментарий жазатын болса, беретін сыйлық. Жеке консультация алсын. Жеке біздің өзімізден келіп біздің складымыз көрсін, аппараттармен таныстық, және өзінің бір ұсынатын жері болса, соған біз оценка жасап берейік. Полный консультация жасап бересіңдер. Полный консультация жасап береміз, и плюс проект тегін берейік дополнительно. Да? Осыны, иә. Бізде готовый эскизный проект бар, ол енді основном кәсіпкерлердің бизнесқа келгендегі бірінші вопрос қандай қылып салам дейді да. Біз оны уже дайындап қойғанбыз. Ол проект бірақ бізде задаток бергеннен кейін ғана беріледі. Ал енді соны ұсынайын да, в общем. Дайын эскизный проект ұсынайын и жаңағы полный консультация болса. Негізі өте қызықты, пайдалы сұхбат болды деп ойлаймыз. Сіздердің комментарийларыңызды күтеміз. Рахмет. Жақсы, пайдасы тисе бол. Все, стоп.